Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазіргі әңгімеміз әскер туралы. Неге Қазақстан әскеріне балаларыңызды беруге болмайды? Бірінші, заңсыз сайланған президент. Бұл Қазақстан әскері қанды қаңтарда көрсетті. Ол Қазақстанды қорғамайды. Қазақ халқын қорғамайды. Мынау бай миллиардер олигархтарды қорғайды. Назарбаевтың отбасын қорғайды. КМБ мысалы кімді қорғайды? КМБ-ның екі председателі шетелде Швейцарияда тұрып жатыр. Болды, олар қазіргі КМБ ұлттық қауіпсіздік комитет, мемлекетті қорғайтын орган бастығы қайда? Түрмеде отыр. Қорғаныс министрі қайда? Түрмеде отыр. Сонда бұл әскер қазақтың мемлекеттің, қазақтың халқын қорғамайды. Егерде осындай ұры жүйе болса, олар сол ұры жүйені қорғайды. Ал неге сіз өз балаңызды сондай әскерге бересіз? Бекерден бекер сондай сатқын генералдар, Ресейде оқу бітіріп келген генералдар қалай қазақтың жерін қорғайды? Ойлаңыздаршы. Балаңызға қылмыстық бұйрық береді, халыққа оқ ат дейді. Болмайды. Қазіргі әскерге балаларыңызды бермеңіздер. Өйткені бұл халықтың әскері емес, халықты қорғайтын әскер емес. Осыны есте сақтаңыздар. Ертең заман өзгереді, халық сайланған президент келеді. Сонда халықтың мүддесін қорғайтын бізге әскер керек. Қазір бермеңіздер. Қазір елімізді, халқымызды тек қана халық қорғайды.